Бурабайда шетелде тұратын қазақ балаларына арналған жас қазақ этнолагерінің салтанатты жабылу рәсімі өтті. 2 аптаға созылған лагерге әлемнің әр түкпірінен 150-ге жуық этникалық қазақ баласы келді. Олардың барлығы Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігіне қарасты отандастар қоры ұйымдастырған түрлі білім және шығармашылық бағыттағы байқаудың жеңімпаздары. Сайдың тасында іріктеліп жас қазақ этнолагеріне жолдама алған дарынды жастардың қатарында Моңғолиядан келген Ахмет Өмірбекұлы да бар. Ол Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығына арналған халықаралық Әлқисса онлайн домбыра байқауында жүлделі 2-ші орынды иеленіп, осы лагерге қатысу мүмкіндігіне ие болған. Ахмет үшін бұл сапар ата жұртымен алғашқы жүздесуі. Оның айтуынша қазақ даласының сұлу табиғаты, әсіресе Бурабайдың көркем көріністері көңілін бірден баурап алған. Шынайы өмірде бұл жердің табиғаты әлде қайда әсерлі екен дейді ол. Бізде Нұрғиса Тілендиев атамыздың 100 жылдығына орай Әлқисса атты онлайн домбыра байқау болған. 10 елден қатысты, қателеспесем, 10 елден қатысты, және де мен 2-ші орын алдым. Солай лагерге жолдама алдым. Лагерге бірінші рет қатысып, Қазақстанға бірінші келуім. Қазақстан бұндай деп ойламадым. Бурабай деген жерді бұрын естігенмін, бірақ та бұндай табиғаты бар деп ойламадым. Себебі біз Моңғолияда олай табиғаты әсем да, бұл Қазақстанның бұндай жері бар деп, тіпті мен ойлағаннан да барлығы күшті болып шықты. Маған өзіме қатты әсер қалдырды. Бұндағы адамдар, бұндағы ұстаз, барлық достар, барлық елден келген балалар өз салт дәстүр мәдениетін көрсетіп, бізге таныстырды. Әрине қуаныштымын. Айта кетейік, 2019 жылдан бастау алған жас қазақ этнолагері Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігіне қарасты отандастар қорының ұйымдастыруымен биыл 5-ші рет өткізіліп отыр. Бұл жолы лагерге әлемнің 10-нан аса елінен 150-ге жуық қарагөз бала қатысты. Лагерь Бурабай курорт аймағындағы Айқанат мектебінің базасында ұйымдастырылды. 2 аптаға созылған лагерде балалар қазақтың дәстүрі мен мәдениетімен етене танысып, ұлттық өнердің қыр-сырын меңгерді. Негізі сол ақштан, Америка құрама штаттарынан, Біріккен Араб әмірлігінен, Түркиядан, Ресейден, Польшадан, Қырғызстаннан, Өзбекстаннан, Қытайдан, Моңғолиядан балаларымыз келіп отыр, этникалық қазақтар. Негізі осы жас қазақ жазғы лагерінің өткізуінің ең басты мақсаты сол шеттегі қазақ балаларын осы тарихи отанымен таныстыру, тереңірек салт дәстүрін, тілін, тарихын, қол өнерін, ұлттық кодын сақтау үшін сол осы қазақ балаларын, шетелдегі жүрген қазақ балаларын тереңірек Қазақстанмен таныстыру. Енді 20 күннің ішінде, 21 күннің ішінде, 4-3 аптаның ішінде біздің қарагөздеріміз негізінен қазақтың тарихын, тілін, домбыра ойнауды үйренді, киіз үйді үйренді. Соң кейін барып зияткерлік ойындар болды бұл жерде. Және де мына қол өнер үйірмелері болды. Бұл балалар өздері келеміз деп келген жоқ. Мысал үшін отбор болған, іріктеу болған. Іріктеуден мысал үшін эссе жазудан, мәнерлеп оқудан, домбыра ойнаудан, ән айтудан, сол Қазақстан тарих туралы осындай сайыстар болған. Сол сайыстардың жеңімпаздары келіп отырған. Ата жұрттың тұмса табиғатымен танысып, салт дәстүріне қаныққан қазақ балаларының қуанышында шек жоқ. Әсіресе олар жаңа достар тапқандарына қуанады. Маған лагерь қатты ұнады. Біз көптеген достар таптық. Ұстаздарымыз да күшті болды. Ордаларға бөліндік. Ордаларымыздағы балалар да ұйымшыл, әрдайым қолдап отыратын болды. Мен Оразақын Асқардың 90 жылдығына орай жүргізілген мәнерлеп оқу сайысына қатыстым. Лагерге жолдама алдым. Нет, 13 лет. Лагерь мен үшін ерекше әсер қалдырды. Мұндағы ұстаздарға бірден бауыр басып кеттік. Басқа елдерден келген балалармен де тез тіл табысып, бір үйдің баласындай болып кеттік. Бұл жердің табиғаты да өте әсем екен. Әсіресе тауларының сұлулығына сөз жетпейді. Жалпы бәрі керемет өтті. Ұмытылмас естеліктерге толы күндер болды. Алғашқы 1-2 күнде бір түрлі сияқты болды. Енді уақыттың қалай тез өтіп кеткенін өзіміз білмей қап, бір-біріміз қимай қоштасып жатырмыз. Лагерь қатты ұнады. Қазақ тілі, Қазақстан тарихы, мобилография сабақтары барлығы ұнады негізі. Ең бірінші ұстаздарымызды қимай тұрмыз. Ал ұйымдастырушылар бұл жоба алыс және жақын шетелдерде тұратын этникалық қазақ балаларын бір-бірімен таныстырып, өзара байланыс орнатуға үлкен мүмкіндік дейді. Балалар
үш аптаның ішінде бір-бірін танып, бір-бірін бауыр басып қалды. Өз елдеріне қайтқанда да, қайда болса да, бұл өмір бақи жаттарында қалады. Қазақстан дегенде бір құлағы елеңдеп тұрады. Этнолагердің салтанатты жабылу рәсімінде 2 апта бойы ерекше көзге түскен оқушылар алғыс хаттарымен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Кеш соңында қаракөз балалар тағы бір мәрте өз өнерін ортаға салды. Айта кетейік, елімізде шетелде тұратын этникалық қазақ балаларын қолдау шаралары жыл сайын кеңейіп келеді. Атап айтсақ, биыл мемлекет тарапынан шетелдегі этникалық қазақ түлектеріне арналған 4% квота аясында шамамен 3000 білім беру гранты бөлінген. Сондай-ақ грант егерлеріне стипендия мен басқа да әлеуметтік жеңілдіктер қарастырылған.